Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең оңай дәмді балды торт рецептісімен бөлісемін. Ешқандай қамыр илеп, жаймай-ақ өте тез дайындалады, әрі жұмсақ, дәмді болып шығады. Қызық болса, видеомды соңына дейін көріп, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 5 жұмыртқаға шым-шым тұз және құмшекер қосып, миксермен 2 есе көтеріліп, ағарғанша араластырамыз. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болатын болса, 6 жұмыртқаны пайдалануға болады. Үстіне бал қосамыз. Және ерітілген сары майды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Ұнға разырхатель қосамыз және осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосып отырып, жақсылап миксерлейміз. Осымен қамырымыз дайын болды, осындай қоюлықта болу керек. Қамырды пергамент қағазға 3,5-4 қасықтан салып жаямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Қамырымыз осындай қоңырлау түсті етіп пісіріп аламыз және кальциямен шетін тегістеп кесеміз. Барлық кожды осылай қоңырлау етіп пісіріп, кальциямен тізілеміз. Қалған шетінен үгітінді жасаймыз, ол бізге тортты сәндегенде керек болады. Енді тортты жинаймыз, кожды қойып, кальций кигіземіз. Үстіне кеселген кремді пайдаланамыз. Мен заварный крем қолдандым, рецептісі арнамда бар, ссылкасын описаниеге қалдыратын боламын. Тортымызды видеодағыдай жинап шығамыз. Енді коржының шет-шетін үгітіп тортқа себеміз және тортқа осылай кесілген жемістерді орналастырсаңыздар болады. Осымен балды торт дайын болды, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Видеом ұнаса лайк басып арнама жазылып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.